Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырыбым қызықты болады. Сіздер астыларыңызды дұрыс жуып жүрсіздер ма? Қай кезде жуынасыздар? Немен жуынасыздар? Сол туралы болады. Мысалы, менің алдыма келіп жатқан пациенттердің 99% деп айта аламын, астын немен жуу керек екенін білмейді. Біздің қыздар жаңағы душ қабылдап жатқанда, моншаға түсіп жатқан кезде қолдарында не бар, сонымен жуып кетеді. Ол мүлдем дұрыс емес. Астыны жуатын өзінің препараттары болады, гельдер болады. Ол туралы мен сіздерге видеоның соңында айтатын боламын, түсіндіріп кететін боламын. Мынау қыздардың гигиенасы жаңағы страдать етіп жатқан кезде неше түрлі инфекционный аурулар пайда болып жатады. Себебі біз күніне бірнеше общественный жердегі туалеттерге, моншаларға барып жатады, сауналарға, шомылуға барып жатады қыздарымыз. Сондай кезде одан кейін немен қолданатынын білмейді. Қазіргі мен сіздерге түсіндіретін препаратпен қыз-келіншектер, ер кісілер, кішкентай ұл балаларды, кішкентай қыз балаларды да жуындыруға болатын нәрсе. Ол өзі противовоспалительный болып келеді. Бір семьяға алып қойған ол бір ғана жаңағы гель бір жылға дейін жеткілікті болады. Онымен күніге емес, жоқ дегенде күнара, болмаса 2 күнде бір жуынып тұруға болады. Өте тиімді болып келеді, және ол біздің қыз-келіншектерге пайдасы өте зор. Ол препарат мынандай цитиал деген препарат. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, менің төмендегі номеріме хабарласуларыңызға болады. Әрине, бұл препаратты сіз кез келген аптекадан ала аласыздар.